Сәлем, қадірлі оқырман, арнама жазылып қолдау көрсетсеңіз қуанып қалар едім. Жүрекке тыйым жүрмейді. Бұл сезімнің қашан басталғанын мен өзімде білмей қалдым. Алғашында жай ғана құрмет еді. Кейін ішкі тыныштық. Ал бір күні ол үнсіз махаббатқа айналды. Ол менің қайнағам. Жақын. Бірақ қол жетпес. Ол үйге келген сайын үйдің іші бір түрлі тынышталып қалатын. Дауысы сабырлы. Көзқарасы салмақты. Мен өзімді ұстайтынмын. Көзім ұзақ тоқтап қалмасын деп, әдейі басқа жаққа қарайтынмын. Өйткені жүрек бәрін сезіп тұрды. Түнде бәрі ұйықтағанда мен төбеге қарап ұзақ жататынмын. Бұл дұрыс емес. Бұл болмауы керек. Деп өзімді тоқтатсам да жүрек тыңдамады. Мен ешқашан артық қадам жасамадым. Бұл сезімді жүрегімде ғана сақтадым. Уақыт өтті. Мен өзгердім. Бұрынғыдай күле бермейтін болдым. Көзімде бір мұң бар еді. Оны бәрі байқамады. Ал ол байқады. Бір кеште біз екеуміз ғана қалдық. Үй тым тыныш еді. Соңғы кезде өзгеше болып жүрсің. Бірдеңе мазалап жүрме. Мен үнсіз қалдым. Сөз емес, көзім сөйлеп тұрды. Мен бұл сезімді таңдаған жоқпын. Ол өздігінен келді. Ұзақ үнсіздік орнады. Бұл ауыр. Бірақ кейде жүрек ақылға бағынбайды. Сол сәтте мен түсіндім, шын махаббат иелену емес. Түсіну екен. Сол күннен кейін бәрі өзгергендей болды. Сырттай ештеңе өзгермеді. Ал ішімде бір дәуір аяқталды. Ол маған бұрынғыдан да сақ қарайтын болды. Мені қорғап жүргенін сездім. Сезімнен емес, адамдықтан. Бір күні ол сапарға кететінін айтты. Қоштасар сәтте өзіңді жоғалтпа. Сен бақытты болуға лайықсың. Мен жыламадым. Бұл қоштасу жылауға емес, қабылдауға арналған еді. Уақыт өтті. Мен өз өмірімді қайта құрдым. Бірақ жүрегімнің бір түкпірінде ол үнсіз сезім қалды. Мен оны ұмытпадым. Бірақ оған байланып та қалмадым. Кейбір махаббаттар бізбен бірге болу үшін емес, бізді өсіру үшін келеді екен. Бұл менің ең үнсіз махаббатым еді. Және мен осы махаббатпен адам болып қала алдым.